армысыздар. Шалқан ертегісіндегі кейіпкерлерді жасаймын. Бірінші атамыздан бастаймыз. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып кетейік. Атаның бірінші басы мен денесін біріктіріп аламыз. Мен видеоға түсіру үшін бірінші қолмен тіктім. Кейін машинкамен айналдырып тігіп шықтым. Келесі екі қолын тігеміз. Екі қолын тіккен кезде бірге сақалын негізі бірге тігіп жіберуге болады. Бірақ қолы орналастыру үшін, нақты орналастыру үшін мен бірінші тігіп жібердім. Міне сақалында орналастырдым. Енді шашын тігеміз. Екі шашын кішкентай атамыздың төбесінде тұрған. Міне екінші шашын тігеміз төбесінің. Шашын тігіп болғаннан кейін атамыздың беліндегі қызыл белбеуін тігеміз. Оның тек екі жанын ғана тіге қоямыз. Екі жанын тіге қоямыз. Енді атамыздың шортиін тігеміз, шалбарын тігеміз. Шалбарын тігіп шығып, кейін машинкамен бәрін айналдырып тігіп шығамыз. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны міндетті түрде басайық. Енді шалқан ертегісінің жеке-жеке кейіпкерлерін осылай тігілу жолын көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап шықсаңыздар жақсы болар еді. Шалбарын тігіп болдық. Енді екі аяғындағы аяқ киімін тігеміз. Екі аяқ киімін осылай тігіп шығамыз. Міне шалқан кейіпкеріндегі атамыз дайын болды. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны міндетті түрде басып кетейік. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Келесі кездескенше. Шалқан ертегісінің кейіпкері әжені жасалу жолын көрсетемін. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпайық. Бірінші қағаздан әженің лекаласын жасап алып, оны фетрға бастырып қиып алып, сосын басы мен денесін бірінші тігіп аламыз. Содан кейін екі қолын, шашын әженің тігіп аламыз. Шашын қарап отырамыз, себебі орамалы жауып кетпеу керек. Соны қарап, қайта-қайта өлшеп алып, шашын тігеміз. Шашынан кейін әженің орамалын тігеміз. Мен бірінші қолмен тігіп алдым.
Кейін тігін машинасымен айналдырып тігіп шықтым. Кейін әжеміздің екі қолын орналастырамыз. Қолынан кейін әжеміздің алжапқышын орналастырамыз. Алжапқышын орналастырып болғаннан кейін қолының жеңін орналастырамыз. Екі жеңін, саусақтарын, қолғабын орналастырамыз. Тігіп аламыз бәрін. Кейін етегін тігеміз. Міне осындай әжеміз дайын болды. Шалған ертегісінде кейіпкері қыздың бейнесін жасаймыз. Алдымен қағазға лекаласын сызып алып, кейін оны фетраға бастырып, қиып алып, рет-ретімен құрастырамыз. Ең алдымен екі қолын тігіп алдым. Себебі қолының қолды астына жіберу керек. Одан кейін мойнындағы жағасын тіктім. Жағасын осылай тігіп аламыз. Кейін басын орналастырамыз қыздың. Басын орналастырып, содан кейін шашын орналастырамыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырау шалды басуды ұмытпайық. Шашының алдыңғы бөлігін орналастырып тігіп аламыз. Мен бірінші қолмен тігіп алдым. Кейін бәрін машинамен айналдырып тігіп шықтым. Келесі өрілген ұзын шашын тігеміз қыздың. Тігіп аламыз. Енді қыздың жеңінің жиектерін орналастырамыз. Оны да жайлап асықпай отырып тігіп аламыз. Каналға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпайық. Келесі қандай ертегі кейіпкерлерін көргілеріңіз келеді, жасалу жолын пікір қалдырып кетсеңіздер болады. Одан кейін саусағын орналастырамыз. Екінші қолының жеңін, саусағын, етегін орналастырамыз. Қар ертегісінің кейіпкері күшіктің жасалу жолын көрсетемін. Қағазға лекаламызды сызып аламыз. Оны фетрға сызып аламыз. Осыдан кейін сызып алған лекалаларымызды бір-бірлеп тігіп шығамыз. Бірінші ішін тігіп шықтым. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпайық. Алдыңғы видеоларымда айтқандай, мен бірінші бәрін қолмен тігіп шықтым. Сіздерге түсінікті болу үшін, видео үшін бірінші қолмен тігіп шықтым. Кейін тігін машинасына айналдырып тігіп шықтым. Келесі мұрнын, тілін орналастырып тіктім. Енді екі аяғын тігеміз. Күшікте бұл фетрда тек қана екі қолы ма немесе аяғы ма жасалынған, солай тігіп қойдық. Осылай видеоны асықпай қарап шықсаңыздар, бәрі түсінікті. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпайық. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.
Шалқан ертегісінің кейіпкері Чықанның жасалу жолын көрсетемін. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып кетейік. Лекаласын қағаздан жасап алып, кейін бөлік-бөліктерін әр түр өз ыңғайымен, рет-ретімен тігіп шықтым. Алдымен басы мен денесін, кейін екі қолын, екі құлағын рет-ретімен орналастырамыз. Алдыңғы видеоларымда айтқандай, мен бірінші бәрін қолмен тігіп алдым, кейін тігін машинасымен тігіп шықтым. Енді екі құлағын орналастырамыз, көз, мұрын, ауыздарын тігіп шығамыз. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпайық. Және де тіркелусіз қаралып жатқандар бар екен, сондықтан тіркеліп, қоңыраушаны басып, видеоны соңына шейін қарап шықсаңыз керемет болар еді. Құлақтарын осылай бәрін тігіп орналастырып, осындай Чықан шығады. Чықан ертегісінің кейіпкері мысықтың жасалу жолын көрсетемін. Алдымен лекаласын жасап аламыз, қағазға бастырып, кейін фетрға бастырамыз. Фетрға бастырып қиып аламыз. Енді мұнда жасап жатқаным, ішін тігіп алып жатырмын. Мен бәрін қолмен тігіп алдым бірінші. Кейін тігін машинасына айналдырып тігіп шықтым. Алдымен каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпайық. Кейін мысықтың мұрнын тіктім. Мысықтың екі қолын аяғын тіктім, жалғастырып. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпайық. Екі қолын тігіп алып, кейін көзін, мұрындарын салып шығамыз. Міне осындай мысығымыз дайын болды. Назарларыңызға рахмет. Шалқан ертегісінің кейіпкері Шалқанды жасалу жолын көрсетемін. Алдымен шалқанның суретін қағаз бетіне түсіріп алып, кейін оны фетрға бастырып, қиып аламыз. Ең бірінші шалқанның жапырақтарын тігіп аламыз. Мен 5-6-7 жапырақ жасадым. Соны бірінің үстіне бірін қойып, жаймен тігіп шығамыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпайық. Міне осындай шалқан шықты. Назарларыңызға рахмет.